Ассалаумағалейкум жігіттер, сіздермен спорт мастері арнасы және де мен Нұрхан. Бүгінгі видеода мен сіздерге төзімділікті дамытуға арналған жаттығуларды көрсететін боламын. Яғни шыдамдылықты, яғни выносливостьті күшейтуге арналған жаттығуларды көрсететін боламын. Достар, бұл жаттығуды саған 20 секунд жаттығуға 10 секунд демалысқа өткізетін боласың. Жаттығуларды міндетті түрде қайталап төзімділігіңді дамытып ал, яғни выносливостьіңді күшейтіп ал. Достар, видеоны көрмес бұрын мен каналыма жазып, лайк басып кетіңіздер. Өйткені біз 10 000 подписчикке жетуіміз керек, яғни 10 000 подписчикті бағындырамыз деген ойдамын. Сосын каналыма жазып, лайк басып, бұл видеоны достармен бөлісіп кет. Бұл жаттығуды міндетті түрде қайталап көр, өйткені бұл жаттығуды жасап сіздер 2-3 аптаның ішінде немесе 1 айдың ішінде шыдамдылықтарыңызды, яғни выносливостьтарыңызды күшейте аласыздар. Бұл жаттығулар өте қиын жаттығулар. Сол үшін менімен бірге қайталап өзіңіздің төзімділігіңізді дамытып алыңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз.
Сіздер, осымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Мен бұл жауаптарды қайталап біттім. Енді кезек саған келді. Сен де бұл жауаптарды қайталап төзімділігіңді дамытып ал. Бәрі маған сұрақ қойды YouTube каналымда. Сен төзімділігіңді қалай дамыттың? Яғни выносливостьң қалай мықты, выносливостьте жаттығу шығарсың. Міне, бұл жаттығу дәл саған арналған. Бұл жаттығуды мен аяқтап біттім. Енді кезек саған келді. Сен де бұл жаттығуды қайталап 2-3 аптаның ішінде немесе 1 айдың ішінде выносливость, яғни төзімділігіңді дамытып ал. Бұл жаттығулар сіздің төзімділігіңізді дамытуға өте жақсы әсерін тигізеді. Бұл жаттығулар өте қиын жаттығулар. Сол үшін мен видеоны қосып қойып, бұл видеоны қосып қойып, тек қана бұл жаттығуларды менімен бірге қайталасаң болды. Күніне 1 рет қайталайсың. Және де 1 айдың ішінде өзіңнің выносливостьң дамығанын байқайтын боласың. Достар, егер де бұл видео қызықты болды деген ойдамын. Егер де бұл видео қызықты болса, видеоны достарыңмен бөлісіп кет, және де каналыма жазыл, лайк бас, комментарий жазып кет. Өйткені біз 10 000 подписчикке жетуіміз керек. Яғни 10 000 подписчикті бағындырамыз деген ойдамын. Сосын сен астында подписать деген қызыл кнопка бар, соны басып кет. Және қасында қоңыраушы бар. Қоңыраушыны басуды ұмытып кетпе. Ол қоңыраушыны бассаңыздар, мен әрбір шыққан видеомды жібермей көріп отыратын боласыздар. Яғни сіздерге хабарлама келіп отыратын болады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.